Отан соғысы жылдарында Майдан даласында ғана емес, тылда да майданмен тең еңбек жүргені белгілі. Қан майданға қару-жарақ, азық-түлік, киім-кешек жеткізу үшін тылда мыңдаған адам күн-түн демей жұмыс істеді. Солардың ерен ерлігі де бүгінгі бейбіт өмірдің іргесін қалады. Байкешева Бәйкез анамыз ауыр күндердің азабын көріп, соғыс жылдары ел үшін ерен еңбек еткен жандардың бірі. Ол кісі жастайына егіс даласында, ауыл шаруашылығында күндіз-түні тыным таппай еңбек етіп, тылдың тірегі болған. Соғыс жылдары біздер бала болдық. Онда соғыстағыларға ауылдың кемпірлерін жинап конторға неге жүнтіп тұрып, биялай тоқытып, нәски тоқытып, біздер сол жүнтіттік ана мамандарға еріп барып. Кемпірлер үйрет ұршықпенен, сосын ана ергеннені тоқимыз 5 сымменен, мынандай. Резинкісін тоқып береміз, мұн жағын мамандар ырғақпен тоқиды. Ырғақпен тоққан биялай жылы болады. Ол уақытта ауылда тек кемпір шалдар ғой қалған. Жігіт ағасы болған бұлай, неге соғысқа жарамаған кісілер қалып сонда еңбек етті ғой. Ол уақытта тамақ дегенде тамақта жоқ әйтеуір. Мүшінің күні ғой бір шай ішіп алып, сосын әлгі барып сол мамандармен бірге алып барады біздерді алып барып сол жүнтіп тұрады. Осы күнгі балалардікі рақат қой. Ол уақытта біздер бұндай жейтін нанға да жарғанымыз жоқ, шешеміз сол өлтірмей бақты ғой. Еске түсіргім келмейді. Қазір рақат қой, Алла тағала берді ғой тыныштықты. Бірінші Алла, екінші енді. Ол дүниялық болып кеткен біздерге осындай жақсы уақытты көрсетіп кеткен ағаларға, бауырларымызға рахмет айтамыз ғой. Тыл ардагерлерінің ерлігі мен табандылығы ешқашан ұмытылмайтын рухани мұра. Біз оларға бүгінгі тыныш таңымыз үшін қарыздармыз. Олардың естелігі әр жүректе, олардың ерлігі мәңгілік елдің шежіресінде.